Сәтбаев қаласында жылу беру маусымы қалыпты режимде жүріп жатыр. Қазақмыс компаниялар тобына қарасты жергілікті жылу электр орталығы алаңдайтын ештеңе жоқ деп сендіреді. Екібастұздағы соңғы жағдайдан кейін Қазақстандағы көптеген жылу станцияларының қызметі жіті назарға алынса, Сәтбаевтықтар күн суытқанға дейін-ақ барлық мәселені шешті. Сонымен қатар олар Екібастұз апатының салдарын жоюға атсалысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жылу электр орталығы Кеншілер қаласындағы тұрғындардың үйлерін жылумен толық қамтамасыз етіп отыр. Қазан айының басында жылу маусымы басталды, ал келесі жылғы жөндеу жүргізілетін аумақта жұмыс қызу жүріп жатыр. Жабдықтарды тексеріп, жөндеуге қажетті заттарды әзірлеуге кірісті. Кәсіпорынның өзінде 12 қазандық, 5 бу қазандығы және 7 су жылыту қазандығы бар. Барлығы үздіксіз істеп тұр. Сондай-ақ кешенді жоспар аясында келесі жылы шағын жылу энергетикалық орталық ашылады. По температурному графику у нас должно быть 77 на 60. Температура кестесіне сәйкес бізде 77-ден 60 градусқа дейін болуы керек. 3 градустан асып кетіп жатыр. Бірақ ережелерге сәйкес 5% температура графигінен жоғары немесе төмен жүруге рұқсат етіледі. Қазандықтардың бірі өстен шыққан жағдайда ауыстыратын резервтік қазандықтар бар. 20 градусқа дейін біз нөмірі 1-ші жылу электр орталығында 2 қазандықта жұмыс істейміз, және резервті тағы біреуі тұр. Қазандықтардың бірі істен шықса, резервтік қазандыққа ауысамыз, және тағы біреуі резервте қалады. Ал екінші жылу орталығында 2 қазандық қызу жұмыс істейді. Мұнда 2 айға жететін 110 мың тонна көмір және 1649 тонна мазут қоры бар. Сондай-ақ кәсіпорын 4 жыл сайын қазандық қондырғыларына жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Бүкіл Сәтбаев қаласы мен Қазақмыстың өндірістік нысандарын жылумен қамтамасыз етіп отырған энергетиктер жақында Екібастұзға көмек қолын созды. Оқиға орнына 16 жұмысшы шығып, соның салдарын жою ісімен айналысты. Мамандар бұл оңай болмағанын айтты. Даже в одном доме 6 детей остались там. Бір үйде 6 бала қалды. Бізде оларға жылулық сыйладық. Қаладағы Астана көшесінің бойында темір жолға жақын маңда жер үйлерде бар. Жеке сектор толығымен. Мен өзім есептедім. Диаметрі 159. Жылу магистралінің ұзындығы 1400 метр жерге жылу бердік. Барлығына жылулық сыйлауға тырыстық. Сәтбаевтағы энергетиктердің еңбегі ақталды. Екібастұздықтар атқарылған жұмыстың жоғарғы сапасын атап өтті. Тұрғындардың алғысы энергетик мамандығының кәсіби мерекесі қарсаңында ерекше маңыздылығын тағы бір мәрте атап өтті. Арай Сүгірбай, Жалғас Сызғанбаев, Атамекен бизнес арнасы, Ұлытау облысы.